Биыл енді жаңа оқу жылында қандай жаңашылдықпен келе жатсыз? Мысалы, соның ішінде тамақтану, балаларды мектептердегі бұл жылда оқу жылы басталғанда көтерілетін проблема. Ата-аналардың көбі жаңағы асханадағы тамақ мәзіріне көңілі толмайды, балалардың денсаулығына зиян келетін тамақтар сатылады. Және мысалы ботқаның өзін балалар жемейді, дәмсіз пісіріледі. Мысалы әртүрлі жағдай орын алып отыр. Осы бір өзгере ме мәзір? Нақты бала жейтін бір мәзір биыл өзгеріс бола ма мәзірде? Өте дұрыс сұрақ. Былтыр расында Маңғыстау облысы оқу жылын осы 400 баланы уланумен бастаған біз жақсы білеміз. Сондықтан да биылғы жылдың ең басты жаңалықтардың бірі біз аса осы тамақтану мәселесіне денсаулық сақтау министрлігімен бірігіп үлкен жұмыстарды атқардық. Премьер-министрдің тапсырмасына сәйкес биылғы жылы жаңа тамақтану стандарттарын қабылдадық. Денсаулық сақтау министрі өзінің осыған тиісті бұйрығын қабылдап, балаларға денсаулығына зиян келтіретін тұз, қантқа қатысты жаңағы азайтуларды қолға алды. Одан бөлек жалпы бұған дейін мына ас мәзірін бекітуді білім басқармаларында болатын тұғын. Енді биылғы жылдың тағы бір үлкен жақсы жаңалығы, бұны денсаулық сақтау саласы өзіне алып отыр. Ол да тамақтың ас мәзірінің сапалы болуына алып келеді деп күтілуде. Жалпы балалардың денсаулығы бұл өте маңызды екендігін біз жақсы білеміз. Сондықтан денсаулық сақтау министрлігімен бұл бағытта бірнеше шараларды қабылдап отырмыз. Бұдан бөлек, тамақтанудан бөлек, балалардың сергіту мәселелеріне де қазір көңіл бөліп отырмыз. Республикалық дене шынықтыру бізде орталығы бар. Олардың қазір әзірлеп отырған әдістемелігі бойынша біз биылдан бастап аптасына бір рет жаңағы сергіту, яғни дене шынықтыру сергіту мәселесін қосқалы отырмыз. Бұл да балалардың жалпы қимылдау, тек енді отырып оқып жатады ғой балалар. Сондықтан қимылдауға, қимыл әрекет жасауға да балаларды біраз баулу үшін осы мәселені де қолға алып жатырмыз. Бұл енді өте дұрыс, тиімді, балалардың денсаулығына жан-жақты көмек беретін шаралардың бірі деп ойлаймын. Енді нәтижесін қыркүйектен бастап күтетін боламыз. Жалпы тамақтану мәселесі биылдан бастап денсаулық сақтау министрлігімен өте қатты бақылауға алынып жатыр. Оның ішінде тағы бір жаңалығы ұмытып бара жатыр екен. Бұрын мына мектептердегі медбикелер араласпайтын осы тамақтану мәселесіне. Енді биылдан бастап бұйрыққа енгіздік осы мәселені. Мына денсаулық сақтау министрлігі өзінің бұйрығына енгізді. Енді медбикелер тікелей осы тамақтың сапасына да қоса жауап беретін болады. Сосын тағы бір жақсы мәселе, бұрын мына жалпы кәсіпкерлік кодексіне байланысты тексеру мәселелері шектеулі еді ғой. Енді бұл мәселеде оң шешілді. Енді мына ССТер ешбір хабарламастан тамақтануды тексеру бойынша мүмкіндік алып отыр. Сондықтан тексеру мәселесі де толыққанды қатаңдатылып отыр, күшейтіліп отыр. Яғни ас мәзірінен нені алып тастап, нені қалдырайын деп жатыр? Бұл жерде енді мына жалпы қанттың мөлшері азайтылуы, тұздың мөлшері азайтылуы. Бүгін денсаулық сақтау министрі өзінің баяндамасында оны айтып кетті. Сосын жалпы мына хлебобулочные изделия дейді, оларды да жаңағы мектептің мына буфет, тағы басқа жаңағы сататын жерінен барынша алып тастау, және мына балалардың ағзасына зиян келтіретін сусындарды да шектеу мәселесі биылғы жылдың үлкен жаңалықтарының бірі. Енді оны жергілікті атқарушы органдар, мектептер қатаң сақтау керек, орындау керек. Әрине, орындалу барысы да қатаң тексеруде болатын болады. Яғни мектептерде жаңа пицца, сосиска, тесте балалар жейтіндер алып тасталып. Соның барлығын шектеу мәселесі қазір денсаулық сақтау министрлігімен көтеріліп отыр, және оны тексеріліп отыратын болады. Рахмет.